14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Ассалаумағалейкум ағайын. Жеке өмірде келеңсіздіктер кейде біздің шын болмысымызды ашып көрсетеді. Баянсыз махаббат, айналадағы жандардың түсінбеушілігі, жалғыздық, жұмыстағы мәселелер, жеке басқа бағытталған қысым, физикалық қорлаушылық, өмірдің мәнін жоғалту, міне осы аталған құбылыстар суицид дейтін нәубетке апарып соғады екен. Әлбетте адамға өзі көтере алатын ғана сынақ беріледі. Бірақ сол сынақтан кейбіріміз сүрінбей өтеміз. Ал кейбіріміз мына кейіпкер секілді жарық дүниені тәрк етіп құтылғымыз келеді. Бірақ бұл дұрыс жол емес. Қандай жағдай болса да суицидке орын жоқ. Мұны айтқанбыз, айта береміз. Ал келін мен ененің арасындағы қарым-қатынас күрделенгенде күйеу жігіт тек бір жақты шешімдер қабылдап, жас келін өзін ешкімге керексіз, тек түртпектеудің объектісіне айналғанда мәселенің шығу жолы қайсы? Бар, кез келген мәселеден шығатын жол бар. Бүгінгі тақырып ене мен келін арасындағы қарым-қатынас. Бұл үйдің адамдары қырылып қалған ба? Шайнек суық қалған. Ысытатын адам бар ма екен? Кірді жиналып қалған. Соны жуатын адам болса шіркін. Қайырлы таң. Сен жұмысқа бармағансың ба? Жоқ, демалысқа бүгін. Ендеше мені базарға апар. Базарға? Неге? Базарға? Бұл үйге еш нәрсе шақ келмейтін болды. Сүтің тасып кетпесін. Сосын шайды кішкене азырақ сал. Аспаннан түсіп жатқан дүние жоқ. Адам мінезі әрқилы, бірене сабырлы, бірене шыдамсыз. Ал біреу келіннің кей қылығына шамданып отырады. Кейбірінің мінезі мамықтай жұмсақ келеді. Десе де келін үшін бөтен шаңырақтағы ең үлкен емтихан ененің үдесінен шығу. Бірақ келін кім? Ол да біреудің қызы. Демек оның білгенінен білмегені көп болуы мүмкін. Кейбір істе икемсіз, тіпті бір тұста жасқаншақ, немесе тым сенімді, өзімшіл болуы да ғажап емес. Кеше ғана босағаттаған жас келінге білмегенін үйрету, тәрбие беру, нұсқап жіберу, демеп отыру ененің міндеті. Біздің сауалнама бойынша келіндердің көңілінен шықпайтын енелердің ортақ портреті мынау екен. Мынау не? Не істегенсің сен? Жаңа ғана жуып шыққам. Айғыз қылып па? Саған айта шаршадым. Қайтадан дұрыстап жуып шық. Бірене бар, келіннің әр ісінің артын түртпектеп кемшілігін іздеп отырады. Ананы олай істемепсің, мынаны былай істемепсің. Енді келін келгенге дейін үйдегі тұрмысты ене билеген. Ыдыс-аяқ, кір-қоңның бәрі ененің құзырындағы шаруа болған соң, қай заттың қалай тұрғанына дейін өзінің бақылауында болған. Бірақ келін келді деген сөз осы әдеттердің кейбірі өзгеріске ұшырады деген сөз. Міне, осы тұста енелер үйреншікті әдетінен жаңылып, сәл дискомфорт жағдайға душар болады. Шайнек үйреншікті қалыптай емес, басқаша қайнайтындай, тамақ ұзағырақ пісетіндей көрінеді. Осы кезең ене үшін шыдамдылық пен түсіністік танытатын кезең екен. Қасымызда барлық қарындар аш, таңертеңнен кешке дейін сол шұбатылады да жүреді. Көрпені жинағанда қыртысын жазып жина. Оларды үйге апарып ұйықтату қайда? Күн ыстықта талай шөлдеп, суға жете алмаған күндеріміз болды. Ойын баласы дейміз, түк ойнаған жоқ олар. Осындай кезде өмір сүрдік біздер. Ал сендер немене? Бәрі дайын. Шайнекті шайқап төк. Ана ыдысыңды жуатын ана машинаң бар. Шыға келсең бәрі автомат, кнопка бассаң бітті. Сол күндер бізде болсашы. Таңның атысы, күннің батысы,
далада жұмыс істеп, өзімізге қарай да алмадық. Адам өткен күндерде қиындықтарды қалай жеңгенін айтып, мақтанғанды жақсы көреді. Бірақ оны қайталап айта берсе дәмі кетеді. Кей енелер сондай баяғы мен бүгінгіні салыстырып, өткен өмірін келінге үлгі қылудан шаршамайды. Және болмашы ұсақ түйекке ақыл айтып, сөздің қадірін қашырады. Жоқ, ақыл айтылып жол көрсетілу керек. Өткеннен сабақ алмақ жақсы. Тек ол өз орнымен, әдебіне сай және тиісті мөлшерде болса, әсері нәтижелірек болар еді. Сен күйеуіңді жұмсама. Кілеміңді өзің қақ. Қоқысыңды өзің шығар. Ол еркек қой. Еркек. Ал сен көршілерден ұялмаймысың? Үйдің шаруасына араласпай тыныш жүр. Ана сабынды көп іште бермей, үнемдеп жұмса. Ұқтың ба? Кейбірене келінді жалдамалы жан екен деп қалады. Айналайын енелер, келін қызмет қылады, бірақ ол күң деген сөз емес. Керісінше күйеуі жалған намысты сырып қойып, үй шаруасында келіншегіне көмектескені жақсы. Екеу ара шүйіркелесіп, бір-біріне септесіп, дағдыланса, болашақтағы түрлі қиындықтардан бірге шығуға, өзара демеу болуға бойлары үйренеді. Отбасының гармониясы деген осы емес пе? Чай қойсайшы. Әке тағыш бекіңізді? Болмайды. Неменеге қыртып отырсың сен, а? Енді кейбір келін бар, қабағы бір ашылмайды. Ата-ененің алдында өзін ұстауды білмейді. Оның кесір мінезі тек өзімен шектелмейді. Зияны көпке тиеді. Үй ішіндегі адамдардың берекесін алады. Отбасындағы татулықтың шырқын бұзады. Ата-енесінің көңіліне қаяу түсіреді. Анар, кешегі ақша бар ғой, маған берші. Әкем ертең Марат ағалардың тойына бармақшы. Жаным, ол ақшаға мен алдында көрген туфлиді алайын деп едім ғой. Анар, сен қоя тұр. Әкем бірінші тойға барып алсын. Алатын нәрсеңді кейін аларсың. Иә? Ол енді ағайындарға барып, араласып, бір жасап қалсын да. Сол кісілерде қызық бар ғой. Не деген бітпейтін тойы? Алдында ғана Темірбек ағайдың 60 жылдығына 20 мың теңге берді. Сөйлепбайдың қызының ұзату тойына 30 мың теңге апарып берді. Сонда біз не істеуіміз керек? Өстіп жалаңаш жүре беруіміз керек пе? Айтшы сен ол кісілерге. Болды, жетер. Бір тойға бармаса ештеңе етпес. Әке, осы Марат ағаның тойына бармақ қойсаңыздар қалай? Онсыз да қаншама шығын. Алдындағы тойларға біраз ақша шығып кетті ғой. Енді жиын тойдан қалып жүрген жоқсыздар. Балам, бармасқа болмайды. Бұл өзі көптен күткен жалғыз ұлдың тойы. Оның үстіне Анарға туфли алып беру керек еді. Мен жиын тойдан қалмайсыздар. Болашақта барасыздар тағы да. Ай балам, расында да келіні ренжімесін. Әпер деген көпірейін әпер. Біздің кейіпкер әке-шешесін тойға жібермеу туралы шешімге өз емес, келіншегінің нұсқауы арқылы келді. Алдымен айтайық, бала үлкендердің ісіне тек кеңес бере алады. Толықтай тыйым салып, өйтпе бүйтпе деуге еш қақыс жоқ. Мүмкін болса олардың разылығы үшін барыңызды аямаңыз. Рас, қазақта той көп, демек бірлі жарымды шығын бар деген сөз. Бірақ қандай шешім болмасын, әсіресе әке-шешеге қатысты ер адам соңғы түйінін кеңесе отырып, әкесінің ойымен санаса отырып айтқан жөн. Ал келіншегіңіздің бір жақты пікірімен толықтай ығында кету ер адамның әлсіздігінің белгісі. Бұл мінезді жалтақтық деп атайды, және ол әке-шешені жабырқататын қылық. Апа,
мына жерде тұрған салат салатын ыдыстар қайда? Білмеймін. Көршіге қонақ келіп ыдыс сұраған, мүмкін сонда кетіп қалған шығар. Әкеп береді ғой. Менің заттарым тұрған шкафтан алып бердіңіз бе? Есімде жоқ, осы белгісінен алдым ау деймін. Апа, ол менің артымнан келген ыдыс аяқтар. Өте қымбат. Оны өзімде көп қолданбаймын. Енді беретін болсаңыз, осы үйдің өзінің ыдыстары бар ғой. Соны беріңіз. Менің бірінші шкафта тұрған заттарымды қозғамаңыз, я? Ене мен келіннің арасын алшақтататын қылықтың бірі осы. Жас келін түскен үймен бірден жан-жақты араласып кетпей, әрқилы себептермен бөлектеніп жүреді. Заттарын, киім кешегін, тіпті ыдыс аяғына дейін өзінше бір бөлек етіп, бұл үйге сіңісіп кету үшін емес, әйтеуір бір күні кетіп қалатын ішкі дайындықта жүргендей көрінеді. Бұлай жасауға әсте болмайды. Мейлінше барған жеріңізбен ештеңені бөле жармай, есептеспей, біте қайнасып, араласып кетуіңіз керек. Сонда ата-ененің сізге деген сенім құрметі ұлғаяды. Қыдырса несі бар? Қыдырсын, еркек. Ал сен тып-тыныш үйде отыр. Не ол? Жербаңдап күйеуіңнің артынан қалмайсың. Бар, көрпені көкті. Ана мұздатқыштан ет шығарып қой. Осы біздің келін қара су берсе де неге қабағын ашып бермейді? Оңаша қалса, бір терең ойға батып, өзімен өзі жүретті қояды. Шайыңды құйып, тамағыңды істеп, тіліңді бітіріп жатса болды емес па? Нең бар? Жастар, өздерінің ойы, өздерінің білгені бар шығар. Қайтесің? Сонда да ішімдегіні тап деп отырған адамның қолынан жеген тамақ сіңімді болмайды. Баяғыдағылар табағың алтын болғанша қабағың жарқын болсын деген. Саған ешкім жақпайды осы. Кішкене түсіністікпен қарасайшы. Жас болғансың үй алады. Қай келін қазіргі заманда ата-енесімен тұрады? Күйеуін бір ай болар болмас ала қашады ғой. Тәубе де. Түрпектеп мазасын ала бермесеш баланы. Келін мен баланы бір мезгіл өз еріктеріне жіберіп, сергітіп отыру керек. Қыдырсын, әңгімелесіп, оңашада қалжыңдассын, құрбы достарымен араласып, бой жазсын. Бұл екеуінің сезімін күшейтіп, отбасының берекесін арттырады. Егер екі жастың арасы жақсы болса, олардың ата-енеге деген қарым-қатынастары да барынша жарқын, әрі шынайы келеді. Кейде ене келіннен көп талап етіп жатады. Егер өзінің қызы болса, өйтпес еді. Себебі келінді тек келін деп, жат, өзге деп тану оған деген жанашырлықпен түсіністікті тежейді. Қанша дегенмен келін ененің топырағынан деп жатамыз ғой. Демек, келіннің жақсы жаман болмағы айналып келіп ененің мінезіне, ниетіне байланысты болуы мүмкін. Бұл үйдің адамдары қырылып қалған ба? Шәйнек суық қалған. Ысытатын адам бар ма? Апам неге өстіп сөйлейді? Одан да бар, шай қайнат десе өзімде жүгіріп жүріп істеймін ғой. Жанамалатып тисе бергеннен кейін, мен де адам. Жарайды енді. Шыдай сал. Үлкен кісі емес пе? Одан да бар. Шайын ысытып бер. Осы үйде таусылғанның бәріне мен кінәлімін. Ет таусылса да мен кінәлі, май таусылса да мен кінәлі. Жалғыз осы үйде мен тұратындай. Болды енді. Мен енді анама қарсы шығам ба? Қызықсың. Мен екінші нәски қайда? Мен аларда не деп едің? Бәрінен артық көремін дегенің қайда? Бұл үйде менің көк тиындық, құным жоқ.
Менімен неге санаспайсың? Менің де ойым бар шығар. Жаным ау, басқаның бәрі бір төбеде мен үшін. Ал сен бір төбесің. Болды енді. Қош, жүр орнында шай ішейік. Көрдіңіз бе? Келінді түртпектеген сайын екі жастың арасында осындай ыңғайсыз әңгімелер бола береді. Ең қауіптісі, бір күні бұл сөздер енеге қарсы айтылуы мүмкін. Сол кезде күйеу жігіт не ар емес, не бер емес жағдайда қалады. Бұндай қарым-қатынаста бәрі ұтылады. Біріншіден, ене келіннің алдында әбден жек көрінішті, құрметсіз, лайықсыз адам болады. Сыйласа да ішін бермей, сырттай ғана жалпылдап жасанды әрекеттер жасайды. Ал енеге қарсы шыққан келін қашанда жеңіледі. Ол сүйкімсіз, сыйымсыз, тәрбиесіз деген атқа қалады. Ал бұл тұста басы дауға қалатын адам ол күйеу жігіт. Не анасын жақтарын, не әйеліне болысарын білмеген ол әбден сасады. Енді ойлап қараңызшы, осының бәрі не үшін? Ерегес ерегесті, түртпектеу сыйласымдықты жояды емес пе? Қызым, іздеуі сұрауы жоқ адам емессің, тамағыңды дұрыстап іш. Сосын сен де келін дегенге жалпылдай берме. Сен де адамсың. Анау күйеуің сыртқа шығарып қыдыртып жүрме? Сен оған айт, ақшаны әр нәрсеге шаша бермесін. Жақсы, мама. Қайта қонақ шақыра берсе, сен де шаршайсың. Бекерге ақша да шығын болар. Анар, сен не істеп отырсың? Апама көңілдеспейсің бе? Туй, барамыз ғой қазір. Бол енді тез, сен күтіп отыр. Мама, ана жолы не болғанын білесіз бе? Қазір сізге дұрыстап бәрін айтып берем. Ана енем бар ғой, иә? Сол маған былай деді. Келіннің өз анасымен жиі сөйлесуі үйдегі мәселелерді сыртқа шығару дұрыс емес. Анасы әлбетте қызын жақтайды. Сөйтеді де оған жоқ жерден жел беріп, күйеуіне, ата-енесіне айдап салады. Сол секілді ененің де келінді жамандауы жақсы емес. Әсіресе баласының миын жеп, келіннің кемшілігін айта беруге болмайды. Апа, несіне әуре болдыңыз? Өзім қоятын едім ғой. Ештеңе етпейді жаным. Мен сені кішкене демалсын дедім. Қазір мен бірдеңе қуырып жіберейін. Жарайды, сөйте ғой. Сосын күйеуің екеуің бір мезгіл бір жерге барып қыдырып келіңдер. Сен оның қасынан қалма, бірге жүргендерің дұрыс. Иә, қазір үйді жинап шығайын, сосын киноға барып келеміз. Жарайды, сөйте қойыңдар жандар. Қандай келін болмасын, енемен қатынаста аса ұқыпты әрі сақ болған жөн. Оның талғамын зерттеп, қош көргеннен хабардар болса өзіне жақсы. Тамаққа, киімге қатысты талғамы қандай мінезді ұнатпайды, нені жақсы көреді, қандай дәрі ішеді, қаншада ұйықтайды, қаншада тұрады. Осының бәрін жақсы білген келін енеге ұнамайтын әрекеттерді жасаудан тыйылады. Береке үлкендермен болады деген ұлағатты сөз бар. Енесі бар келін мен ене көрмеген келіннің айырмашылығы өте көп. Тіпті апаларымыз ене көрмеген өзі ене болып жарытпайды деп жатады емес пе? Ене келін үшін тәрбие институты. Бір-бірлеріңе сыйлық беріңдер, өйткені сыйлық арадағы махаббатты арттырады дейді. Ғибратты сөзде. Ендеше енесін жақсы білетін келін оған қандай сыйлық алу керегін де біледі. Сәйкесінше елпілдеп тұрған қағылез, алғыр, ашық келінді ененің жақсы көрмеуі мүмкін емес. Отбасымыз бейбітшілікте болсын, сау болыңыздар.